Қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге ерекше әдемі болып көрінетін құймақтардың рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұқа, әрі астына жабыспай, күшті болып піседі. Егер сіздерде құймақтар шықпай жүрсе, міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Құймақтың барлық құрамын видеоның астына жазып қойдым. Ең алдымен 3 жұмыртқаның үстіне 3 ас қасық қант саламыз. Егер де тәтті болған қаласаңыздар, одан да көп салсаңыздар болады. Одан соң шым-шым тұз салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осылай 1 стақан ұнның тек қана жартысын ғана саламыз. Барлығын салып жібермейміз. Одан соң жақсылап венчикпен араластырамыз. Енді 1 стақан сүтімізді аз-аздан құямыз. Барлығын бірден құйып жібермеңіздер. Міне, осылай аз-аздан құйып, жақсылап массамызды араластырамыз. Кейін жаңағы қалған ұнды салатын боламыз. Енді қайнап тұрған 1 стақан ыстық суымызды құямыз үстіне. Одан кейін 3 ас қасық сұйық майды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің қамырымыз дайын. Енді жаңағы массадан 3 ожау құямыз басқа ыдысқа. Одан кейін оның үстіне 3 ас қасық какаомызды құйып жақсылап араластырамыз. Міне бізде осындай шоколадты масса пайда болу керек. Оны кондитерлік мешокқа саламыз. Басын кішкене қиып тастаймыз. Ал енді құймақтарымызды пісіруге кірісеміз. Табамызды қыздырамыз. Одан соң кішкене май жағамын. Бірінші пісірімге ғана май жақтым. Одан кейінгісіне май жақпай пісіре беремін. Ең алдымен какао қосылған қамырымызды осылай спираль етіп айналдырып шығамыз. Кейін оның үсті кішкене кепкен кезде жұқалап қамырымызды құямыз. Енді астын үстіне айналдырамыз. Асты жабыспайды, уайымдамаңыздар. Менің табам арнайы құймақтарға арналған таба. Міне тағы да біреуін көрсетемін. Осылай қамырымызды спираль етіп айналдырамыз. Үсті кішкене кепкен кезде қамырымызды жұқа қылдырып құйып шығамыз. Міне осылайша барлық құймақтарымызды пісіріп шығамыз. Құймақтарыңыздың жабыспай әдемі пісуінің құпиясы ол жұмыртқа мен сүт бөлме температурасында болуы қажет. Міне осылай біздің әдемі әрі ерекше құймақтарымыз дайын. Егер де сіздерде құймақтарың жабысып шықпай жүрсе, осы рецептпен жасап көріңіздер. Міндетті түрде шығады. Барлықтарыңызға рахмет. Менімен бірге видео соңына дейін болғандарыңызға. Әлі алда көптеген видео болады. Арнама тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.